Қыздар, біз бүгін сіздермен американдық панкейктер жасаймыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Асел. Панкейкке қажетті барлық заттардың мөлшерін описанияда қалдырамын. Ол үшін алдымен таза ыдысқа жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бұдан соң оған сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Алдын ала елекке салынып дайындалған ұнымызға қопсытқышымызды салып, електен өткізіп, оны қосамыз. Дайын болған массамызға алдын ала ерітілген сары майымызды саламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Табамызды пешке қойып, жақсылап ысытамыз. Оған май жағудың қажеті жоқ. Бұдан соң қасықпен қамырымызды ақырындап құя бастаймыз. Пешіміз орташа жанып тұрған болу керек. Бізге панкейк пісірудегі көмекке келетін алғашқы құрал ол силиконды күрекше. Осы күрекшенің көмегімен панкейктерімізді аударамыз. Панкейктердің бетінде көпіршік пайда болғанда ол аударуға дайын деген сөз. Панкейктің екінші жағы бірінші жағына қарағанда тезірек піседі. Міне біздің панкейктерімізді осылай ретімен пісіре береміз. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әсіресе таңғы асқа өте жақсы тағам болып табылады. Қасына сгущенка немесе шоколадный паста қоссаңыздар болады. Сіздермен болған мен Асел, ас болсын.